Райса және Энрайвел беру керек. Бірінші кезекте Энрайвел беретін болсақ, Энрайвел препараты ол шашақ тамырларды қалың қылып өсіреді. Шашақ тамыр қалың болғандықтан ол қоректі жақсы алып, өзіне өзі келіп, бойына күш жинайды. Ал Энрайвел препаратын 10 литр суға қиярға 3 граммнан қосу керек. Энрайвел препаратын беріп болғаннан кейін, түбіне құйып шыққаннан кейін, әрқайсының түбіне 300-400 граммнан құйып шығамыз. 10 литр суға 3 грамм Энрайвел. Содан кейін бір апта салып, бір аптадан кейін 10 литр суға 4-5 грамм Райса препаратын қосып құйып шығамыз. Райсада Энрайвел препараты сияқты тамыр өсіретін фитогормон. Бірақ екеуінің айырмашылығы неде? Энрайвел шашақ тамырды өсіретін болса, Райса оқ тамырды ұзын қылып өсіреді. Сондықтан да екі препаратты бергеннен кейін, тамыры жақсылап өскендіктен кейін ғана барып, мол өнім беруге мүмкіндік туындайды. Ал егер олай жасамаған жағдайда бойы өседі де, қияр өнімге кіргеннен кейін әлсіз тамыр, оны қажетті магний, калий, басқа да минералды элементтермен қамтамасыз ете алмағандықтан бірден жапырақтарында қоректің жетіспеу белгілері көрініп қалады.